Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге мерекелік дастарханға арналған екі түрлі тез желініп кететін әрі өте дәмді дастарханыңызға көрік беретін екі салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап жасап көріңіздер. Видеоны көрмес бұрын видеома лайк басып, каналыма тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Каналымның дамуына үлес қоссаңыздар екен. Бізге бірінші салатымызға осындай шұжық қажет болады. Шұжықты бірінші дөңгелетіп, жіңішке етіп кесіп аламыз. Содан соң осындай ұзынша етіп, соломка етіп турап алатын боламыз. Енді ол сіздердің қонақтарыңызға байланысты көбейтіп, азайтып жасай берсеңіздер болады. Содан соң бізге балғын қияр қажет болады, яғни свежий огурцы. Оны да дөңгелектетіп, жіңішке етіп кесіп аламыз. Содан соң ұзынша етіп, біркелкі етіп турап шығатын боламыз. Бұл салаттардың екі салат та маған өте қатты ұнайды. Сол себепті сіздерге қонақ келгенде жасап көруге кеңес беремін. Содан бізге қайнатылған жұмыртқа қажет болады. Қайнатып піскен жұмыртқаны оны да дәл солай ұзынша етіп турап аламыз. Барлығы біркелкі болса, солғұрлым сіздердің салаттарыңыз өте әдемі көрінетін болады. Ең соңында бізге сыр қажет болады, яғни ірімшікті үккіштен өткізіп саламыз. Міне бізде бар болғаны осы ингредиенттермен өте дәмді салат болып шығады. Қалауыңыз бойынша кішкене тұз саласыздар және де майонезді салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Мен тұзды кішкене ғана салдым. Дәміне қарай салсаңыздар болады. Майонез кішкене аздау болды, сосын мен тағы да салып, араластырып жібердім. Міне біздің салатымыз дайын. Негізі екі салаттың да жасалуы өте оңай. Міне бірінші салатты осылай тарелкаге биік етіп саластар, бір жерге үйіп, сонда қазір әдемі көрінетін болады. Тарелканы полный емес, тек қана ортасына ғана осылай саламыз. Енді бізге осындай чипсы қажет болады. Бұл салатқа әсіресе осы чипсыды қолданған дұрыс, өте әдемі және де дөңгелек күйінде қатты болып тұрады. Осылай салаттың жан-жағына 5-6 данасын қойып шығасыздар да, үстіне әсемдік ретінде салатный лист немесе өзіңіз қалаған аскөктермен осылай әсемдеп қойсаңыздар болады. Міне өте әдемі дастархандарыңызға көрік беретін әрі тез желініп кететін салаттардың бірі. Енді біз екінші салатымызға кірісеміз. Біздің екінші салатымызға піскен тауық еті қажет болады. Бұл тауық етін енді біз бұл салатта барлығын ұсақтап турайтын боламыз. Піскен тауық етін өте ұсақ етіп кесіп, тарелкаға жайғастырып шығатын боламыз. Негізі сіздерде домалақ кольцо болса, соған орналастырсаңыз бір тегіс әдемі болып шығады. Мен осы қасықпен қойып, осылай дөңгелек етіп шықтым және де мен бұны тауық етін пісірген кезде тұзды пайдаландым. Егер сіздер тұз пайдаланбасаңыздар, дәміне қарай тұз салсаңыздар болады, және де үстінен майонез салдым. Және бізге осындай консервідегі ананас қажет болады. Бұл ананасты да өте ұсақ етіп тураңыздар. Қазір біркелкі үстіне қойған кезде өте әдемі жайғасады. Міне оның үстінен ананастарымызды жайғастырамыз, тағы да бір тегіс ет жібереміз. Негізі жаңа айтып өткендей кольцомен жинасаңыздар, салат өте әдемі жиналады. Және де үстінен майонезді себеміз. Содан соң піскен жұмыртқа қажет болады. Осы жұмыртқаны да өте ұсақ етіп турап аламыз. Келесі кезекте жұмыртқаларды орналастырып шығамыз. Дәміне қарай тағы да кішкене тұз сеуіп жүрсеңіздер болады. Міне жұмыртқаны орналастырып, оның үстінен тағы да бір тегіс етіп шықтым. Тағы да майонез себеміз. Содан соң бізде ең соңында ірімшікті үккіштің өте ұсақ көзімен өткізіп алыңыздар. Ірімшікті пайдаланған кезде ірімшіктің қатты түрін қолданыңыздар, яғни сырдың қатты түрін, сонда үккіштен өте әдемі өтеді. Және де салаттың үстіне осылай қойып жайғастырып шығасыздар біркелкі етіп. Және де қалауыңыз бойынша осылай чипсылармен сәндеп қойсаңыздар болады. Міне біздің екінші салатымыз да дайын болды. Жасалу жолдары өте оңай және де аз ғана заттармен осындай өте дәмді дастарханыңызға көрік беретін салаттарымыз дайын. Достар, сіздерге видео ұнап жатса, менің каналым дамуына үлес қосып, каналыма тіркеліп, лайк басып төменге өз пікірлеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет, сіздермен болған ләззат.